Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ерекше алма қосылған самсаның жасалу жолымен бөлісетін болам. Майымызды, сметанамызды, жұмыртқамызды араластырып аламыз. Үстіне ұнымыз бен разрыхителімізді қосамыз. Барлығы үй температурасында болуы қажет. Одан кейін қолымыздың көмегімен араластырып илеп аламыз. Алмамызды ұсақтап төртбұрыштап турап аламыз. Одан кейін ішіне біз қант қосамыз, грек жаңғағын қосамыз, қалауларыңызбен корица қоссаңыз болады, және де крахмал қосатын боламыз. Осылай крахмалымызды жартылай қантпен араластырып қосып аламыз. Алмамызды барлығын шұңғыл ыдысқа салып, пешімізде қыздырып қайнатып аламыз. Үстіне грек жаңғағын қосамыз. Дәміне қарай корица қоссаңыздар болады. Біркелкі болып қанты барлығы езілгеннен кейін отымыздан алып аламыз. Илеп қойған тестамызды бірдей қылып бөліп аламыз. Мен барлығын 30 грамда бөліп алдым. Осылай бөліп алғаннан кейін домалақтап жайып аламыз. Ішіне начинкамызды салып, бір жақ шетінен бастап ішке қарай өріп шығатын боламыз. Осылай біздің самсаларымызды барлығын өріп шығамыз да, духовкамызге 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Бетіне бір тегіс етіп, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне күштілеп тұрып кунжутымызды себеміз. Кунжутымызды көп сепсек, біздің самсамыз дәмді және ерекше болып көрінетін болады. Әбден қызарғанша пешімізде пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын болды. Дәмі ерекше болып шығады екен, жасап көріңіздер. Менің YouTube каналымда ылғи осындай ерекше рецепттармен бөлісіп отырамын. Кіріп тіркеліп алыңыздар.